Еліміздің өсіп-өркендеу жолындағы басымдықтар ішінде ұлт денсаулығына айрықша көңіл бөлініп келеді. Міне осы бағыт аясында Төле би аудандық орталық ауруханасында да ауқымды жұмыстар атқарылуда. Яғни 71 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсететін мекемені медициналық жабдықтаумен қатар қызмет сапасын жақсарту бойынша кешенді жұмыстар атқарылып отыр. Бүгінгі таңда штаттық кестеге сәйкес 118 білікті дәрігерлер мен 472 орта буын медицина қызметкерлері жұмыс жасап жатқан мекеме құрамына жалпы саны 47 медицина нысаны қарайды. Ал аурухананың негізгі ғимараты 170 төсек орынға шақталса, медицина мекемесінде соңғы жылдар оңды өзгерістер көп. Бұл туралы денсаулық сақтау мекемесі басшысының емдеу ісі жөніндегі орынбасары Сандуғаш Байдәулетова мәлім етті. 2010 жылдан бері 26 медициналық нысанның құрылысы жаңадан салынған, 9 нысанның күрделі жұмыстары өткізілген. Халыққа қызмет көрсету жағына келсек, медициналық құрал жабдықтар жылма-жыл ұсыныс бойынша жабдықтармен жабдықталып келе жатыр. Яғни мына былтыр пандемия кезінде жаңа сандық рентген аппараты алынған. Президентіміздің тапсырмасымен 12 автокөлік бөлінген болатын. Оның бір автокөлігі бізге берілген. Аймамай 8500 халықты қызмет көрсету мақсатымен сол жылжымалы кешен қарастырылған. Одан бөлек жаңа рентген аппараты, жаңа сандық рентген аппараты бөлінген. Лапароскопиялық операциялар жасалып жатыр. 2021 жылдан бері 80-ге жуық лапароскопиялық операциялар жасалынды. Оған қоса УЗИ аппаратымыз бар. Жаңағы УЗИ маманымыз оқытылып келген. Эхокардиографиялық зерттеулер жүргізіледі. Оған қоса қан тамыр жүйесінің ультрадыбыстық зерттеулерін жүргізеді. Төле би аудандық орталық ауруханасында зертхана нәтижелерінің сапасы мен дәлдігіне кепілдік беретін заманауи жабдықтармен жабдықталған. Бөлімше жұмысының негізгі бағыты заман талабына сай әдістер мен технологияларды қолдана отырып, гематологиялық, жалпы клиникалық, биохимиялық, гемостаздық, иммунологиялық зерттеулерге бағытталған. Бұдан өзге жыл басында зертхана тағы бір биохимиялық қондырғымен толықтырылды. Бұл қондырғы адам ағзасындағы гормондардың деңгейін анықтау мақсатында қолданылады. Аурухананың зертханасында бұған дейін анализ талдаулары қолмен жасалып келсе, қазіргі таңда барлық анализдер автомат түрде жасалады. Зертхана компьютерлік технологиялармен жабдықталған және ақпараттық жүйеде жұмыс істейді. Зертхана жансақтау бөліміндегі экспресс зертхананың тәулік бойғы жұмысын қамтамасыз етеді. Аурухананың зертханасында қазіргі таңда өте жоғары деңгейде анализдердің барлық түрлеріне талдау жасалынады. Бейін мамандар осы жерде қарастырылған емханада. Ол жерде ревматолог бар, кардиолог, эндокринолог, бейін мамандар, кожвенеролог, дерматолог, яғни онколог мамандарымыз бар. Оған қоса жаңағы маммолог дәрігеріміз де бар. Жаңа күдікті әйелдерді біз қалаға жібермейміз. Осы жерден зерттеп, гепатит, ифа анализдері осы жерде жасалынып жатыр. Сондықтан басым бөлік халқы қалаларға жолданбайды. Осы жерден зерттеулерін жүргізіп, осы жерде емделіп жатыр. Төле би аудандық ауруханасына қарасты жоспар бойынша 37.283 адам қойылған еді. Бірінші компонент бойынша 37.000 сол толығымен 283 адам салынды. Екінші компонент бойынша толығымен жабылған. Ревакцинация бойынша 68-де 4% орындадық. Яғни 25.517 адамға салынды. Қазіргі таңға Pfizer вакцинациясы салынып жатыр. Орындалғаны Pfizer вакцинациясы бойынша бүгінгі таңға орындалғаны 87% құрайды. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Түркістан облысына бөлінген 12 жылжымалы медициналық диагностикалық кешеннің бірі Төле би аудандық ауруханасына да берілген. Заманауи медициналық кешен флюорография, ультрадыбыстық аппарат, зерттеулерге арналған анализаторлар, глюкометр, электрокардиограмма, сандық рентген аппараты, гинекологиялық кресло және тағы да басқа құрал жабдықтармен жабдықталған. Бұл әсіресе дәрігерлер азаматтарды толық тексеруден өткізіп, ауруды дер кезінде анықтап, бар күш-жігерін халыққа білікті медициналық көмек көрсету үшін жұмсап, қиын жағдайда жұмыс істеуіне тура келген пандемия кезінде өте маңызды болған. Тек Төле би ауданы емес, бүкіл Түркістан облысында коронавирустық инфекциялық ауру бүгінгі таңға байқалып жатқан жоқ. ПТР анализдер алынып жатыр. Положительный, яғни оң нәтижемен науқастар
табылып жатқан жоқ. Пневмония науқастары қазіргі таңға жоқ десек те болады. Маусымға сай енді мынау күн жылы бастағаннан кейін алдын ала шара көруіміз қажет. Ол санитарлық эпидемиолог жұмыстарын, ағарту жұмыстарын жүргізуіміз керек. Өйткені қазір мына білесіздер, кене шағу басталады. Сәуір айынан бастап 12 адам тіркелген, кене шағумен зерттеулерден өтілген, жедел респираторлы вирусты инфекциямен шамалы балалар арасында көбейген деп айтсам болады. Балалар арасында. Біздің аймақта жедел респираторлы вирусты инфекцияның көбеюі, біз мына таулы жерміз ғой. Салқын болып келеді бұл жақтың ауа райы. Сол себепті деп ойлаймын, балалар арасында пеш жақпайды уже. Сол себепті балалар арасында көбейді деп ойлаймын. Осылайша жүйелі жұмыстар жалғасын тауып келе жатқан медицина мекемесінде науқастарға сапалы қызмет көрсету бағыты басты назарда тұр. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Бақыт Бәйменов, Мәди Жаппарханов, Кемел арнасы.